Таңертең ұйқымнан тұрып сиыр сауға бара жатсам, жолдасымның жұмысына обед дайындамағаным есіме түсіп кетіп, егер қазір обед дайындамасам ұрыс еститінімді біліп, жүгіріп барып морозильникте тұрған окорочкалерді мұз күйінде осылай шауып келдім де тез-тез мариновка жасап тастадым. Менде басқа тамақ істеп тұруға уақыт болған жоқ, себебі мен сиырлар тез-тез сауып өріске жіберуім керек. Сиырлар таңғы 5:30-да өріске кетіп қалады. Егер ол сиырлар өрістен қалып қоятын болса, мен тағы да ұрыс естемін дедім да тез-тез осылай окорочканы мариновка жасап, қасына көкөністерді қосып духовкада пісіріп алдым. 40 минутта тез-тез пісетін тағамның түрі. Сіздер де осындай асығыс болсаңыздар, осы тағамдар жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді, сочный, мощный болып шығады. Не керек, не қосқанымның барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Осылай тез-тез окорочкамды мариновка жасап алдым. Мариновка мен майонезбен жасаймын. Әр адам әртүрлі нәрсемен жасайды. Біреулер сметанамен жасайды, біреулер жай паприка қосып, сұйық маймен де мариновка жасай береді. Мен осылай майонезбен мариновка жасадым. Содан кейін дайындап қойған картоплымды, пиязымды, сәбізімді, чесногымды қосып, барлығын араластырып, жаңағыдай духовкаға салып тастадым. Ровно 40 минутта піседі. Менде жаңағыдай сызылып тұратын уақыт жоқ, сонда тез барлығын турап қосып қолмен араластырып духовкаға салып тастап пісіріп алдым. Картопымызды жуаларымызды салғаннан кейін тоз ондай ештеңе қосудың қажеті жоқ, себебі жаңа біз окорочкамызды мариновка жасаған кезде барлығын қосып алғанбыз. Содан кейін осындай протеинімізді майлап алдым да ішіндегі жаңа масалымызды салып, полностью түгін қалдырмай салып, 200-250 градуста 40 минутқа қойып кеттім де өзім барып сиырларымды сауып өріске жіберіп келсем, тамағым дайын болып пісіп тұр екен. Қазір осылай барлығын реттестіріп алғаннан кейін бетіне фольгамызды жаптым. Негізі фольганы жапқаннан кейін 20 минуттан кейін фольганы алып тастау керек. Сол кезде жаңағы осы окорочкаларымыздың корочкалары өте қып-қызыл, солай әдемі болып піседі. Менде енді уақыт болмағандықтан, жаңағы 40 минут бойы фольганы астында болғандықтан онша қатты қызармай қалды. Егер сіздер қолдарыңыз бос болса, 20 минуттан кейін фольганы алып тастаңыздар. Сиыр сауып келсем, осындай тамақ дайын тұр. Сондықтан үйдегілерге де жаңа завтракқа осы тамақты бердім. Барлығы риза болды. Өте дәмді, сочный, мощный шығыпты. Жолдасымның жұмысына да салып жібердім. Үйдегілерге завтракқа да осы тамақты бере салдым. Солай барлығын риза қылып, өзім де ұрыс естуден аман қалдым. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әлі алда талай қызық рецепттер шығатын болады. Менімен бірге болыңыздар.